жұмыста отырмын. Ойбай, фокус. Мен сөйлей аламын десең, иә. Жұмыста отырмын. Уақыт еріп өтсе екен деп. Бірақ бұнда жұмыстан шүкір, енді жұмысым шүкір. Просто білмеймін, менің может өзімнің ішкі жан дүнием сондай шығар, жұмысшы жақсы көрмейтін. Демалып жүре бергісі келеді, қандай идея бар. Жұмыстың арасында отырмын, жаңа сөзді жаттап. Мынау корейский, негізі мынау ет. Шырып бітті ғой, ну ладно, хотя бы. Мыналарды почти бәрін білем, негізі. Басында 2 жыл бұрын жаттаған кезде есімде қалды. Мыналарды жаттап алу керек енді. Мен жайлы ғой почти. Загружаю видео на YouTube, снимаю видео. Қазір айтам, 영상을 촬영해요. Мынау күшті оқылды, мынаны что-то проблематично қойдырмын. 유튜브에 영상을 올려요. мыналар күшті. оп-оңай айтылады әйтеуір. 잘 지냈어요? қалайсың деп аудара салуға болады. 잘 가요. ойбай. мына черточканы көрмей тұрмын ғой. 잘 차요. қайырлы түн. 잘 가요. сау бол деген сияқты. Хорошо добраться. 가요 деген бір жаққа бару деген ғой. 잘 모르겠어요. точно не знаю. Вот так вот. Еще мына жақ бетінде турецкий. турецкийге де желание машалып кетті негізі. оп-оңай екен ғой негізі. көп сөздер бізде бар сөздер. Әке деген баба, мама деген анне. Сосын қалай? Книжный магазин, енді библиотека сияқты, наверное. Китапчы, постане, почта, eczane нереде, где аптека дейді. Мынау вообще күшті. Мен бір китап сатып алмақ зорындайым. Мынаның бәрін түсініп келе жатасың. Мен бір кітап сатып алмақ зорындайым деген, оказывается, нужно деген ау деймін. Алуым керек деген. Алуым керек деген. Зорындайым керек деген сияқты аударылатын сияқты. Я так думаю. Merhaba. Adın ne? Вообще оп-оңай. Benim adım. Nasılsın? Это вообще брат деген просто ағай емес, бұл қызық екен. Erkek деп оқылады еще. Erkek kardeş. Брат и сестра деген кыз кардеш. Кардеш дегенді дословно қандай мағына береді, үйреніп алу керек. Біліп алу керек деген. Вообще оп-оңай. Бизиклет. Мен кеше бизиклет айдап, аяғымда отырып алдым. Араба — это машина. Бүгін таңертең мен көпек көрдім. Ал қаршы ит деген қалай еді? Бұл 강아지 ма? ұмытып қалдым мен. Точно білмеймін. Кеди. Кошка. Қаршы қояңи. Оны білемін әйтеуір. Оған рахмет. Бүгін еще мен на всякий случай шампунь әкеле салдым. Өйткені енді соңғы бала, яғни көрсетамай енді оған. Соңғы бала 9-да шығады. Үйге барам дегенше жар болып кетеді. Осы сияқтан ақ жуа саламын. Су бар, сүлігі бар сияқты. Өйткені мен түнде үйге барам дегенше энергиям қалады деп айта алмаймын. Басым энергиям талап етіп жатыр уже. Жуынуды талап етіп жатыр. Менде жұмыста еще бір тренер қыз бар. Сол осындай куличики дей ма. Күшті негізі. Алдыңғы жылда салған, алдыңғы жылда жеп қойдым. Просто қалай ойлайсыздар? Оны жесең діннен шығасың деген не жоқ қой, түргіңіз ба? Өз ойларыңызды жазып кесе қойыңыздар. Қалай ойлайсыздар? Мен просто каждый жемейін осыны. Өзім. Еще жұмыртқа бар ішінде, анау-мынау. Как думаете, можно есть, нельзя? Негізі мен мұсылманмын, альхамдулилля. Просто ничего страшного не вижу. Это же просто булочки деген сияқты.